Күздің шіліңгір ыстығында шығыстағы Шыбынды көлдің жағалауында ине шаншыр жер болмайды. Осыған байланысты көл жағалауында 50-ден астам адам жиналды. Бірақ демалуға емес, өйткені бүгін шығыста кезекті Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтіп жатыр. Бүгін міне Таза Қазақстан республикалық акциясының аясында Ұлан ауданында Шыбынды көлдің жағасында сенбілік жұмыстары жүріп жатыр. Бізде Таза Қазақстан акциясының аясында ауқымды шаралар өтті. Бұғанға дейін біз киелі Ақбауыр кешенін тазаладық, Сібе көлдерінің жағалауын тазаладық. Сонымен қатар 20 мың түп көшет егілген болатын. Таза Қазақстан акциясы Ұлан ауданында жыл көлемінде жалғасын табатын болады. Бүгінгі шара барысында 50 волонтер қатысып, 200 қапшық қоқыс жиналды. Сондай-ақ бүгін дәл осы жерде әлемнің 5 мемлекетінен спортшылар қатысып, спорттық бағыттаудан жарыстар өтіп жатыр. Және дағы осы волонтерлердің тазалық жұмыстарын жүргізіп жатқанын көрген спортшылар да өз үлесін қосамыз деп, әлемнің 5 елінен келген азаматтар 50 қапшық қоқысты жинады. Таза жағалау акциясына қатысып, өстіп келіп, қоқыстан тазартып, Қазақстанымыздың жерін, әсіресе өзіміздің ұланымызды тазартып жатқаныма қуаныштымын.